Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге бірінші рет жасағаннан өте дәмді болып шығатын трайфлдың рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды алып, миксердің көмегімен көпіршіп ағарғанға дейін әбден араластырамыз. Дайын болған сұйықтығымызға ұн қосамыз. Оның ішіне разрыхлитель және какаоны қосып, електің көмегімен өткіземіз. Содан кейін бірінші араластырып, одан кейін миксермен біркелкі масса жасайтын боламыз. Дайын болған массамызды пергамент қағазы төселген ыдысымызға құйып шығамыз және біркелкі болғанға дейін жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 5-10 минут көлемінде пісіріп аламыз. Келесі кезекте крем дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге салқын сливки керек. Миксердің көмегімен баяу түрінде араластырып шығамыз. Сливкиіміздің үстіне творожный сырды саламыз және бірінші араластырып, одан кейін миксерлейміз. Дайын болған кремімізге қант ұнтағын саламыз, яғни дәміне қарай салсаңыздар болады, және тағы да миксермен араластырып шығамыз. Осымен біздің креміміз дайын. Дайын болған коржымызды суытып алғаннан кейін кішкентай бөлшектерге бөліп шығамыз. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар болады. Келесі кезекте трайфлымызды жинақтайтын боламыз. Ең алдымен бізге корж, одан кейін кремімізді, одан кейін тағы да коржымызды, кремімізді солай ыдысымыз толғанға дейін жасай береміз. Өзіңізге ұнаған ыдысқа жинақтап шықсаңыздар болады. Мен осындай пластмассалы ыдысты қолдандым. Ең үстіңгі бетіне де крем жағып қойсаңыздар болады, және де текстеп шыққандарыңыз дұрыс. Келесі кезекте біз ганаш дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге Қазақстан шоколады және сары май керек. Екеуін әбден ертіп алып, барлық трайфлдарымыздың үстіне бірдей қылып құйып шығамыз. Келесі кезекте біз трайфлдарымызды әрлейтін боламыз. Мен ең алдымен жаңғақтарды, одан кейін құлпынайды, одан кейін қант ұнтағын сеуіп шықтым. Осымен біздің хит трайфл десертіміз дайын болды. Қыздар міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Нұрайым. Астарыңыз дәмді болсын.